кеше күні, яғни калий сілсі ерітіндісіне әрекет еткенде түзіледі деген қосылыс келген. Енді қышқыл негіз оксид комплекс қосылыс деген. Бұл жерде не болуы мүмкін? Мырыш пен сілті ерітіндісі. Егер бізде екі жағдай бар, иә, екі жағдайды қарастырамыз. Бізде мырыш менде калий гидроксидінің балқытылған ерітінділермен реакцияға түседі. Яғни ол кезде менде кәдімгі түзіледі калий 2, цинк О2. Ал мына жерде егер мырыш сілтілердің бізде судағы ерітіндісі, мына жерде бүйтіп тұр ғой, сілті ерітіндісі деп тұр. Сілті ерітіндісі деп айтылатын болса, ол жерде уже бізде міндетті түрде не түзіліп кетеді? Комплексті қосылыс түзіліп кетеді. Мына жерде қышқыл деген бар, одан кейін негіз оксид деген вариант тұр. Жауап менде комплексті қосылыс деген вариантқа сәйкес келеді. Одан кейін бұл жерде калий сілтісі ерітіндісімен деген сөздер, ерітінді немесе судағы ерітіндісі деген сөздер болады. Содан шатасып кетпесек жеткілікті. Кеттігенде келесі, судағы ерітіндісінде фенолфталинді таңқурай түске боятын заттар жұбы. Давайте мынау жаңа сұрақ, соның жауабын айтып көріңдер. Қандай вариант болуы мүмкін? Логикалық тұрғыдан да шешіп тастауға болады. Ешқандай сен ұмытып қалған болуы мүмкін. Мысалы, фенолфталинді таңқурай түске боятын заттар жұбы деген. Бұл жерде варианттарға қарайтын болсақ, екі түрлі нәрсе бар. Яғни қышқылдық және негіздік орта деген бар мына жерде. Менде бірінші вариантқа қараңдар, барийдің гидриді, одан кейін силанның, менде сутекті, яғни силан газы, магнийдің гидриді, одан кейін күкірт сутек, одан кейін аммиак, одан кейін бар менде метан берілген. Ал менде одан кейін соңғысы аммиак пен кальцийдің гидриді берген. Енді бұл жерде біз ажыратып алу керекпіз. Мына жерде мынау менде қышқылдық қасиет көрсетеді, мынау менде негіздік қасиет көрсетеді. Маған бір ғана орта керек. Судағы ерітіндісі фенолфталинді таңқурай түске боятын заттар, олар менде яғни сілтілік ортаны негіздік немесе сілтілік немесе негіздік орта деп аталады. Сол ортаны көрсету керек. Мысал ретінде менде мына жерде ашекеш бар, ол қышқыл ғой, ол күкірт сутек қышқылға жат келеді. Сондықтан мына жерде магнийдің менде сутекті қосылысы, яғни гидриді негіздік қасиет көрсетеді. Бірақтан қасындағы біреу қышқылдық қасиет көрсеткен екен. Екеуі екі түрлі қасиет көрсетіп тұрып, екеуі бірдей фенолфталинді таңқурай түске бояй алмайды. Сендерде біз бұның жалпы электролиттік диссоциация, тұздар гидролиз деген тақырыбында, яғни қышқылдық, сілтілік, негіздік орта деген тақырыпта қарастырғанбыз. Одан кейін мына жерде менде аммиак бар, аммиак негізгі қасиет көрсетеді, метан бар, метан ол менде қышқылдық қасиет көрсетеді. Себебі құрамында көміртек, ол менде биметалл, соған сәйкес ол көміртектің сутекті қосылысы. Ол көміртектің жалпы биметаллық қасиеті айқын білінетін элементтердің қатарына жатады. Одан кейін мына жерде менде аммиак берілген, одан кейін кальцийдің гидриді берілген. Аммиак ол менде негіздік қасиет көрсетеді, кальций мұндағы металл, оның сутекті қосылысында негіздік қасиет көрсетеді. Сондықтан бізде мұндағы жауап Д вариантына сәйкес келеді деген сөз. Яғни шатасып кету ықтималдықтардың жоғары, себебі ана жердегі С вариантымен. Ойлап қалуларың мүмкін, сендер мына жердегі фенолфталин таңқурай түске боятын ол қышқылдық орта деп белгілеп кететін болсаңдар, сендерде мына жердегі мына С варианты бүйтіп ойлап қалуларың мүмкін. Яғни NH3-тегі азот ол менде биметалл, оның CH4-тегі көміртек ол менде биметалл, екеуі қышқылдық қасиет көрсетеді деген сияқты мына С вариантымен шатасып кету ықтималдықтарың жоғары. Түсінікті ма? Екінші сұрақ бойынша кімде қандай сұрақ бар? Білсеңдер белгілеп отыра беріңдер. Кеттігенде келесі, бізде бүйтіп айтады. Қаныққан біріншілік спиртті дейді, натриймен қосқанда 8-96 литр газ түзілді дейді. Спирттің дәл осындай массасын дегидратациялағанда 33-6 грамм алкен түзілді. Спирттің молекулалық массасын менде не істеңдер деген анықтаңдар деген. Бізде біріншілік спирттер деген, біріншілік спирттер деп отырғанымыз OH гидроксил топтары біреу болады оларда. Яғни ол бір ғана радикалға жалғанатын болса, ол менде біріншілік спирт болып есептелінеді. Енді біз орындарына қойып тексерсек болады бұл жерде. Енді қараңдар, біріншілік спирті натриймен әрекет еткенде 96 литр осындай түзілді деген. Жерде менде бутанол бар, этанол бар, одан кейін бар пентанол бар, одан кейін барып менде пропанол бар, иә. Енді ең көп келетін бізде С2H5OH, осымен тексеріп көрсек болады. Бірінші, яғни С2H5OH не істейді деген, натрий металлын қосқан дейді. Натрий металлын қосам, натрий мұндағы сутектің орнын басады. Сол кезде С2H5 о натрий түзіледі, плюс менде яғни сутек газы бөлініп шығады. Мынаның алдына 2-ні қоям, мынаның алдына 2, мынаның алдына 2-ні қоям. Бүкіл реакциям не істейді менде? Толық теңеседі. Сосын айтады менде 8-96 литр газ түзілді дейді. Газ ол сутек газына тиесілі. 8-96 литр. Яғни литрдің астына литр қалып тұрғанда 22-4 жазамын. Яғни 33-6 литр спирттің дәл осындай массасын дегидратациялағанда дейді, 33-те, яғни бізде 6 грамм алкен түзілді дейді. Спирттің дәл осындай массасын дегидратациялағанда. Дегидратациялау дегенімізде ол алкен түсіру керек. Мысалы, С2H5OH дегидратация деген сөз құрамынан суыт шығарып жіберемін. Суыт шығарып жібергенде, мысалы, С2H4 пен менде H2 алынады, иә. Сөйтіп менде айтады, 33-6 алкен түсірілді дейді. Нерде 33-6 алкен. Яғни граммен берілген, астына мен қанша болады? 24-28 болады. 28 грамм бөлінген менде мольға сәйкес келеді. Енді біз бұның дұрыс-бұрыстығын қалай тексереміз енді? Біз қазір былай жасаймыз. 8-96 литр газ түзілді деген, яғни одан кейін спирттің молекулалық формуласы деген сияқты маслат берген. Енді біз осы жерде қандай формула қолдануымызға болады? Айтып көрін. Белгілі бір деңгейде бізде 8-96 литр беріп қойған.
Мына жерден мен мынаның несін тапсам болады, этанолдыкын тапсам болады, мына жердегі этанол менде қаншаға сәйкес келеді, зат мөлшерінде болса, мына жерде 2 мольға сәйкес келеді. Сөйтіп мына 2 мольды мен 896-ға көбейтемін да, оны 22-де 4-ке бөлемін. 2 көбейтілген менде 896, оны бөлем менде 22-де 4-ке. Сол кезде менде мына жерден мысалы 0,8 шығады. Мына 0,8-ді мына жерге қоятын болсам, астына мен 2 мольді қоям. Сөйтіп мына жерде мен пропорциямен есептеп көрейін. Пропорциямен мұнда берілген С2H4-ті есептеп көрейін. Егер менде осы жердегі, мына жерде 3-те 36 шығатын болса, сол жердегі белгісіз менде спирт кім болып табылады? Осы этанол болып табылады. Ол үшін 28-ді 0,8-ге көбейтемін да, оны 2-ге не істеймін? Жалпы бөлемін. 28 көбейтілген менде 0,8, оны бөлем 2-ге, нәтижесінде менде қанша шығады? Мына жерден 11-де 2 шықты. Яғни мына жердегі менде вариант шықпайды. Қалай этанол екендігін білдіңіз. Мен просто варианттармен тексеріп көріп жатырмын. Сондықтан, яғни мен этанол бірінші спирттердің ішінде ең көп қолданылатын спирт, ол менде этанол. Сондықтан этанолды алдым. Этанолмен 11-де 2 шықты. Яғни вариант шыққан жоқ. Может, мен этанол емес, пропанолды алып тексеріп көремін. Пропанолдың формуласы менде ол С3H7OH-ға сәйкес келеді. Біріншілік спиртті мен натриймен әрекеттестіремін. Нәтижесінде, яғни С3H7 менде о натрий түзіледі, плюс яғни сутек газы бөлініп шығады. Мынаның алдына 2, мынаның алдына 2, мынаның алдына менде 2-ні қоямын. Мынау менде 8-де 96 литрді құрайды, қалыпты жағдайда 22-де 4 жазамын. Мына жерден X деймін да, астына мен жерге 2 моль жазамын. Енді қазір менде реакциям теңесіп тұрма деген сұрақ. Дұрыс, оңысы шығады сияқты. 2, 8-де 96, мерде 22-де 4. Бірақ айырмашылығы бар. 2-ні көбейтем менде 8-де 96-ға, оны бөлем менде 22-де 4-ке. Нәтижесінде менде 0,8 моль шығады. Енді айтады менде спирттің дәл осындай массасын дейді. Менде енді массасын деп берген, мына жерде массасын да табуға болады, немесе зат мөлшері көлемінде табуға болады. Қазір массасымен көреміз. С3H7. Оны дегидратацияға ұшыратамын. С3H6 мен жалпы менде не шығады? H2 шығады. Яғни менде 3-те 36 алкен түзілді деген, мынау 3-те 33-те 6 деген. Яғни 33-те 6 асты қанша болады екен менде? 12 көбейтілген менде 3, оған қосамын менде 6-ны, нәтижесінде менде 42 болады. Сөйтіп, мына жер 0,8 болды ба, оны тауып алдым. Астына мен 1 мольді жазамын. Енді пропорциямен мына жерді мен есептеп көрейін. X, яғни мына жерден 42, 0,8-ге көбейтем, оны 0,1-ге бөлем. Яғни 42 көбейтілген менде 0,8, оны бөлем 1-ге. Мына жерден міне 33-те менде 6 шықты. Яғни мына жерден 33-те 6 шықты. Яғни есептің берілген шарты бойынша 33-те 6 алкен түзілді. Осыны керісінше де істеп көруге болады. Бірінші мына H7OH деген спиртті біз не істейміз? Дегидратацияға ұшыратып алып, осы жерден, мына жерден біз мына H7-ні тауып, келесі жоғары жақтағы реакциянтты тауып алуға болады. Яғни берілген мән шықты. Бағана біз В вариантымен этанолмен тексеріп көрдік, ол кезде ешқандай жауап шыққан жоқ. Жауап менде мұндағы неге сәйкес келеді? H7OH пропанолға сәйкес келеді екен. Жауап сонда менде Д варианты пропанол белгісіз, яғни спирттің формуласы. Енді кеттік келесі, түсінікті ма? Үшінші сұрақ, кімде сұрақ болса, мерге жаза беріңіздер. Кеттік енді келесі, бізде айтады, иондық кристалдық торлы, есте сақталғандар, теориялық сұрақтар сәл андай күрделірек сөздермен келіп жатыр. Яғни әрбір сөзге назар аударып керексіңдер. Иондық кристалдық торлы қатты қиын балқитын, суда ерімейтін түрлі түсті заттар, оның моноксиді қара түсті, диоксид ақсыз болып келетін, яғни 14 деген, бірақ ол 4-ші атом элементтерінің оксидтері. Біз 4-ші атом элементтеріне қатысты оксидтерді өткенбіз. Көміртек, кремний, одан кейін қалай германия қорғасын әрқайсының бір валент, екі валент оксидтері бар. Сондықтан біз түстер бойынша ажырату керекпіз. Айтады, иондық кристалдық торлы яғни неде жазылып тұр? Жалпы, яғни ол сендерде қай кітап 11-ші сыныптың 1-ші бөлімінің соңғы бөлім кітабында кестеде бар, бұлардың барлығы сендерде. Яғни, бірақ екеуі иондық кристалдық торды түзу керек. Түстері бойынша шатастырып алмау керексің. Моноксиді қара түсі, диоксиді сендерде не болу керек екен? Ақ түсті болу керек екен. Варианттар айтып көріңдер. Егер жаттаған болсаңдар, білесіңдер бұны. Мысалы, мен СО мен СО2-ні келтіре алмаймын, себебі олардың түстері ақ және қара деген сияқты жіктелмейді. Олар менде түссіз. Сондықтан А варианты мүлдем сәйкес келмейді. Яғни жаттаған кезде осылай есте сақтайсыңдар. Одан кейін барып менде қорғасынның оксидтері қызыл, сары түсті болып келеді. Одан кейін кремнийдің менде моноксид мен диоксиді бар, одан кейін қала айнек бар. Енді бұл жерде менде иондық кристалдық тор, мынау менде қара, кремний мен силициум O2 деп тұр ғой, мынау иондық кристалдық тор түзе алмайды. Себебі мынау биметалл, мынау да менде биметалл. Биметалл мен биметалл атомдардың арасында түзілетін, яғни байланыс, ол менде ковалентті байланысқа жатады, бірақ сонда да. Ал иондықты түзе алу үшін оның құрамында, яғни металдық қасиет көрсете алатын, яғни заттар болу керек. Біреуі катионның рөлін атқарса, біреуі анионның рөлін атқару керек. Мысалы, мына менде қалайының оксидтері тұр, қалай бұл жерде катионның рөлін атқарса, ал оттегі менде анионның рөлін атқарып кете алады. Сондықтан жауап менде қалайының моноксид мен қалайының диоксидіне сәйкес келеді.
ионды кристалдық торлы қатты қиын балқитын суда ерімейтін түрлі түсті заттар деп, яғни соларды сипаттап айтып тұр. Сендерде бұл 11 сыныптың жалпы бірінші бөлімнің соңғы параграф кітабында кестеде мына жерінің барлығы кестеде жазылып тұр да, мына түстері бөлек кестеде жазылып тұр. Сондықтан айырмашылығын білу керек біз. Түсінікті ма? Мына сұрақ есте сақтайсыңдар, сонда сендер дайындалу керек нәрсе 4-ші атау элементтерінің түгел олардың түстерін жаттап дайындалу керексіңдер. Енді кеттік келесі, бізде айтады H екес, яғни концентрлі, одан кейін бізде X заты берілген, Z заты берілген, және менде не берілген, жалпы H эко берілген тізбектегі Z затын анықтаңдар дейді. Қандай реакция түзілуі мүмкін? Айтып көріңдер. Не ала аламыз мына жерден? Бұл бізде 11 сыныптың тақырыбы бойынша жазылып тұр. Мына жерде бізде күкіртпен, яғни міндетті түрде су түзіледі. Бұл сендерде күкірт деген базаның ішінде бар, немесе жалпы екі реакция бар. Өзі күкірт сутек деген тақырыпта 11 сынып тақырыбында сол жерде берілген варианттан күкірт деген вариантын істейді екенбіз, белгілейді екенбіз. Кет келесі, қосылыстарда тұрақты тотығу дәрежесін көрсететін галогенді анықтаңдар дейді. Давайте айтып көріңдер, тұрақты тотығу дәрежесін көрсететін галоген кім? Тұрақты деген ол қалай? Аха, бром, йод, фтор, олар менде тұрақты емес, олар неден бастап көрсетеді? Мына үшеуі менде -1, 0, +1, +3, +5, +7, яғни ауыспалы тотығу дәрежелерін көрсете береді. Ал мына фтор ол тұрақты 0 мен тек, ал 0 енді бүкіл элементтерге тән, ал фтор -1-ді тұрақтыны көрсетеді. Жауаптан осы мен не істейді екенмін? С вариантын белгілейді екенмін. Кет келесі, диметиламиннің қолданылуы. Аминдердің қолдану аясы бойынша келеді. Бұл бізде 11 сыныптың тақырыбында жазылған. Бізде метиламинмен, яғни ол жерде екі қолдану аясы берілген. Метиламин және диметиламин. Диметиламин деген сөз, яғни диметил деген сөз, метилдің формуласы С3-тен менде екеу бар. Одан кейін амин тобы, ол менде NH2 тобыға, дұрыс па? Енелерді NH. Сонда мынау диметиламиннің менде формуласы. Диметиламинді біз қайда қолданамыз? Жануарлардың өсуіне қоректік зат ретінде, энант талшығын алуда, көксағызды вулканизациялауда, карамель, мармелад жасауда. Карамель, мармелад жасауда деген ол глюкозаға тән, иә? Энант талшығын алуда емес, энант деген ол көміртек атом саны одан жоғары, жануарлардың өсуіне қоректік зат ретінде дейді. Ол емес, жауап менде көксағызды вулканизациялаудан естелеген қолданылады. Сендерде осы 11 сыныптың тақырыбы бойынша келіп жатырған аминдерге байланысты теориялық сұрақ. Кетті келесі, массасы 20-8 барий хлоридінің толық тұнбаға астыру үшін 98% күкірт қышқылының менде массасы. Аха, енді менде барий хлоридін жазам. Бірінші барийдің хлориді, оған мен нені қосамын, күкірт қышқылын қосамын, иә? H2SO4-ті. Нәтижесінде менде барийдің SO4 түзіледі, барийдің сульфаты түзіледі. Одан кейін барып менде менерден H хлор түзіледі. Мынаның алдына 2-ні қоямын, реакция толық теңеседі. Яғни 20-8 грамм менде барийдің хлориді бар, 98% күкірт қышқылының массасы X грамм, асты менде 98 грамм бөлінген менде мольға сәйкес келеді. Қазір мен барийдің хлоридінің несін есептеймін? Малярлы массасын есептеп айтамын. 35-5, оған 2-ні көбейтем, барий менде 137-ге тең, яғни асты менде нешеге сәйкес келеді? 208-ге сәйкес келеді. 208 грамм бөлінген менде неге? Мольға сәйкес келеді деген сөз. Енді арқаратып, не болады? Мына жерден бізден 98-ді 20-8 наған көбейткенде 9-8 шығамы? 98 көбейтілген менде 20-8, оны бөлемін менде 208-ге. Яғни менерде 9-8 шықты. Енді қараңдар, 9-8 шықты. Енді бұл қанша проценті құрайды деген сұрақ. Жауапта 102, 98, 196, 100 деген варианттар бар. Қанша процент деп аламын? 98, яғни 98% деп алатын болсам, мысалы, нерді мен 100% деп алатын болсам, қандай вариант шығады? Мысалы, мен 9-8-ді көбейтем 100-ге, оны бөлем менде 98-ге. Ол жерде менен 10 деген шығады. Бірақ бізде мына жерде 20-8 барий хлоридін толық тұнбаға түсіру үшін күкірт қышқылының менде массасын берген. Бізде реакция теңесті ма толық? Екеу-екеуден барлығы теңесті. Мұна менде 98 болады. 196, 102, жоқ 10 емес 100 дейді. Мен калькуляторымда қате шығарып тұрмын. 98, 9-8. Мен калькуляторым қате шығарып тұрмын, қалай? 10 шығып тұр ғой? 10 шығып тұр мына жерде. 10 шығарып тұр, 100 шығарып тұрған жоқ. Мына жерде 100 деген вариант бар. 102, 98, 196 деген вариант бар. 98 дегенге де бізде сәйкес келмейді. 10 ғана жерде мына жерде 1-0 артық шығар. Или мынау 208 болып берілген шығар бастапқысы. Берілген сұрақ 20-8 емес, 208 болып берілген болу керек. Сол кезде бізде мына жерде 100 деген вариант шығады. Егер мына жер 208 болатын болса. Осыған қарайсыңдар, иә?
апай 0,98-ге көбейтетін едік қой дейді. Нені 0,98-ге көбейтесіз? 0,98 деген жоқ қой бізде. Просто есептің берілгенде процент бар ғой. Бұл жерде күкірт қышқылының массасын сұраған. Неге бөлдік дейді. 98-ге ма? Бұл жерде мысалы мына жерде берілген 9,8 грамм шықты. Ол осы жердегі шыққан проценттік мөлшер күкірт қышқылының. Маған күкірт қышқылының массасын сұраған. Ол күкірт қышқыл бастапқыда реагенттің рөлін атқарып тұрғандықтан бастапқы 100% қанша оның сол керек. Бізге реакциядан кейінгі алынғаны емес, бастапқысы керек. Сондықтан біз оның 100%-ін таптық. Түсінікті ма? Келесі азот менде тотықсыздандырғыш қасиет көрсететін қосылысты анықтаңдар дейді. Азотқа кальцийді қосамыз. Тотықсыздандырғыш деген ол кімдерге тән? Көбінесе металдарға тән, иә. Яғни бірінші реакцияда мына жерде азот тотықсыздандырғыш болмайды, бұл жерде тек тотықтырғыш болады. Себебі мына жерде ТШШ-ның рөлін менде кальций атқарып тұр. Мына жерде бор деген элемент тұр, одан кейін оттек деген элемент тұр, одан кейін кремний реакцияларының барлығы тұр. Бұл жердегі негізгі реакция менде мынаған ғана сәйкес келеді. Себебі қараңдар, азотпен мен оттегін салыстырамын, екеуінің электр тершілігіне қараймын. Бәрібір оттек менде ол -2-ні көрсетеді. Азот мына жерде менде плюсті көрсетеді. Мысалы, NO болатын болса, мынау -2, мынау +2-ні көрсетеді. Яғни плюс болған кезде азот тотықсыздандырғыш болады, иә. Ал мына жерде -2 оттек, ол ТШШ-ның оттек жазайын. Ол менде тотықтырғыштың рөлін атқарып тұр. Оттек тотықтырғыштың рөлін атқарып тұр. Ал мына жерде ТШШ-ның рөлін атқарып тұр. Яғни электрон беріп жатыр. Аха. Кім инабатымыз не айтып жатырсыңдерге? Есе сақтайтын нәрсе айтып жатыр. Жауап менде неге С вариантына сәйкес келеді екен. Келесі қышқылдық орта көрсететін тұзданықтаңдар. Калийдің сульфиті, натрийдің бромиді, күмістің хлориді және менде мырыштың хлоридін көрсеткен екен. Бұны қалай анықтаймыз енді? Походу біз алдыңғыда біз бір вариантты белгілеген болатынбыз, иә. Енді бұл жерде ортасына байланысты, бірақ аргентум хлориді ол менде тұнбаның рөлін атқарады, натрийдің бромиді, калийка деген. Мынау менде негізі қасиет көрсетеді, яғни стілтірек ортаны көрсетеді. Мынау менде бейтарап ортаны көрсетеді. Мынау бейтарап орта, себебі мынау күшті, мынау да күшті. Мынау күшті, мынау әлсіз. Аргентум хлоридында менде мынау әлсіз, мынау күшті, бірақ бұл менде ақ түсті тұнба, иә. Ақ түсті тұнбаны береді. Одан кейін менде мырыштың хлоридінде міне мырыш гидроксидіне сәйкес келеді. Одан кейін барып мынау H хлорға сәйкес келеді. H хлор ол менде күшті, мынау менде әлсіз. Яғни мына жерде қышқылдың күші көбірек болғандықтан бұл менде қышқылдық ортаны көрсетеді. Жауап менде Д вариантына сәйкес келеді. Ал сендерге осыдан бір рет нұсқаулар жасаған кезде осыған ұқсас бір проценттік мөлшеріне байланысты келгенше 47%, 50% деген сияқты ше. Негізі бұл жерде енді қасиетіне байланысты мырыштың хлоридін аламыз. Проценті берілмеген шығар. Бірақ енді мынау тұнба болып тұрғаннан кейін мен мынаны аламын орта ретінде. Түсінікті ма? Келесі дұрыс жазылған реакция теңдеуі. Осындай сұрақтар келіп жатыр екен. Давайте айтып көрейік. Қайсысы дұрыс жазылған? Реакциялардың қайсысы дұрыс, қайсысы дұрыс емес? Яғни мына жерде қараңдар, орталарын анықтаймыз. Мына менде белсенділігі орташа металл, мына белсенділігі төмен металл, белсенділігі төмен металл, белсенділігі төмен металл. Алардың ешқайсысы неге тұз қышқылымен реакцияға түспейді. Сондықтан біз біліп алу керекпіз. Белсенділігі орташа металдар, яғни мынау тұз қышқылы деген ол металдардың жаңағыдай қатары бойынша сутекке дейінгі ғана металдармен реакцияға түседі. Ал мына мыс, одан кейін барып сынап, күміс деген олар сутектен кейін орналасқан элементтер. Сондықтан олар белсенділігі төмен, олар тұз қышқылымен әрекеттесіп, сутек газын бөле алмайды. Жауап менде А вариантына сәйкес келеді. Мырыш ол белсенділігі орташа металдардың қатарына жатады. Түсінікті ғой, иә? Келесі түзілген өнімдегі тұнбаның түсімен сәйкестендіріңіз дейді. Енді екі балдық сұрақтарды берген. Бұндай сұрақтарды қалай шешеміз? Күмістің менде нитраты берілген. Ол жерде менен күмістің иодиді шығады. Одан кейін барып менде HNO3 шығады, иә. Сөйтіп мына жерде менде күмістің бромиді шығады, аргентум бром. Ол менде тұнба. Одан кейін барып менде HNO3 шығады. Енді мына тұнбалардың бізде түстерін сұрап тұр ғой. Аргентум иодиді мен аргентум бромидінің нелерін сұраған? Жалпы түстерін сұраған. Давайте айтып көріңдер, қандай вариант болады? Қайсыны белгілейміз деген сұрақ. Теория бойынша айтыңдар. 9 сыныптың тақырыбы бойынша келіп жатырған теориялық сұрақ. Қайсысы сарғыш түсті, қайсысы сары? Енді точно ақ емес бұлар. Бұларды сызбасай салуға болады. Сарғыш түсті, ірімшік тәрізді, ақ түсті деген екеуі де сары негізі. Қайсысы сарғыш түсті, қайсысы сары түсті? Енді қараңдар, менде аргентумның несі бар, иодиді бар, одан кейін аргентумның менде бромиді бар. Аргентумның ол бромиді сарғыш түсі, білесіңдер, мынау сарғыш түсті. Мынау мынаған сәйкес келсе,
мынау менде сары түсіге сәйкес келеді. Жаттап алу керек. Экологиялық сұрақтарда келіп жатырған, егер сіздер жаттамайтын болсаңдар, сұрақтарды шеше алмай қаласыңдар. Сосын тағы бір нәрсе, әлі күнге дейін арасында нені білмейтін оқушылар бар. Тұнбаның не екендігін, ол тұнба деген не, оны қаяқтан білемін деген сияқты. Міне, азот қышқылын белгілеп отыру да мүмкін. Сондықтан жақсылап қарайсыңдар. Қатты қиын сұрақ емес, сәйкестендіру сұрақтарында келген. Келесі, теңдеуді теңестіріп, барлық коэффициенттердің қосындысын сәйкестендіріңіз. NO2 H2 оттек, HNO3 аммиакқа оттекті қосып N алған, және менде яғни нені алған H2-ны алған екен, я. Реакцияны теңестірейік онда. NO2 плюс менде яғни H2, нәтижесінде менде оттек, нәтижесінде менде HNO3 түзіледі. Бірден 4-ті қойғым келіп тұр, мынаның алдына 4 қойып көрсем, мынаның алдына 4 қойып көрсем, қанша болады екен? Сутектердің саны 4, мынаның алдына 2 қойып көрсем, оттектердің саны 12, 8, 12 барлығы теңесіп тұр ғой. Сутектер 4, азоттар 4. Мына жерде көреміз қазір 4, 2, 1, 4 барлық коэффициенттердің қосындысы қанша болады? 6, 7, 7-ге мен 4-ті қоссам 11 болады. Мына жерде бүкіл коэффициенттердің саны 11-ге сәйкес келеді. Мына вариантты белгілеймін. Мына жерде 11 деген. Келесі, менде аммиак берілген, яғни аммиакқа мен не істеймін, оттекті қосам, нәтижесінде менде NO плюс яғни менде H2 алынады. Мынаның алдына 2-ні жоқ, мынаның алдына 3-ті қойып көрем, мынаның алдына 2-ні қойып көрем, мынаның алдына 2-ні қойып көрем. Сөйтіп мына жерде сутектердің барлығы теңесті, азоттар теңестірі, оттектер теңестірем. Оттектер менде 5 болып қалды. Мына жақта 5 боламайды, онда мен мынаны қайтадан 2 еселеймін. NH3-тің алдына 4 қоям, мынаның алдына 4 қоям. Сутектердің саны 12 ол үшін мынаның алдына 6 қоям. Сөйтіп менде мына жерде оттектердің саны 4, 10, мынаның алдына 5 қоям. Сонда мына жерде 4 коэффициент, 5 коэффициент, 9 коэффициент, 9-ға 10-ды қоссам 19 коэффициент, я барлығы. Онда мына жерде менде 19 коэффициент болады деген сөз. Әсіресе реакцияларды бізде полный түгел өзі берген, бірақтан көп оқушылар теңестіре алмай қалады просто нәрселерді. Тура осы реакция бар, яғни мына жерде менде азот газының түзілетін реакциясы ол да келеді, соны жаттап аламыз. Бұл неге қатысты? Жалпы аммиак, азот қышқылы, азот және оның қосылыстары деген тақырыпқа қатысты. Бұл бізде 9 сыныптың кітап мәліметінде берілген 9 сыныпқа байланысты келген эколог сұрақтардың қатарына жатады. Түсінікті ма? Келесі, өзгерістер тізбегіндегі X, Y заттарының атауы және оларды сапалық анықтауға қажетті реагенттерді сәйкестендіріңіз дейді. Сalt H6, Salt H5 хлор, яғни Salt H2 бром 3 OH, одан кейін CH6, CH5 хлор, одан кейін менде SH3 SO, яғни менде не алынған альдегид алынып тұр, я. Енді тізбегіндегі X, Y заттарының атауы олардың сапалық анықтауға қажетті реагенттері. Уже бұл сұрақтан сен 2 балл үшін 4 сұраққа жауап білу керексің. Бірінші сапалық реактивтерді табасың, одан кейін ана жердегі X пен Y заттарын не істейсің, табады екенсің. Жердегі мынау не деп ойлайсыңдар? Айтып көріңізші маған. Мынау не? Мынау кімге қатысты формула? Құрамында, яғни бензол сақинасы, OH, гидроксил топтары болатын топтар олар кімдер? Фенол, я? Сонда менде мына жерде мынау фенолға қатысты. Онда мына жердегі X заты ол міндетті түрде фенол болу керек деген сөз. Онда мынандай ғой, Salt H6, оған менде хлорды қосатта, нәтижесінде менде Salt H5 хлор плюс менде H хлор түзіледі. Енді осы Salt H5 хлорға менде натрий гидроксидін қосам мысалы. Сөйтіп мына жерде орналасқан Salt H5 пен OH гидроксил топтары қосылады да, яғни Salt H5 OH фенол алынады, плюс мына жерде менен натрийдің хлориді түзіледі. Сөйтіп менде Salt H5 OH, оған менде фенолға мен бромның нешеуін қосамын, яғни 6-ауын қосамын бромның. Сөйтіп мына жерде орналасқан қара суына Salt H5 OH қой, Salt'ны жазамын, сутектердің саны 5 болып тұр, мына жердегі бромның 3-еуі барып соның орнына тұрады. Сөйтіп сутектердің саны 2 болып қалады, қасына мен бромды қосамын, сосын артындағы OH гидроксил топтарын жалғаймын. Плюс менде 3H бром шығады. Жердегі қосылыс ол менде 2, 4, 6 трибром фенол. Яғни оны жинақтап жазып беріп қойған. Сонда мына жердегі X затым ол менде фенол. Оған менде сапалық реакция кім? Қараңдар, вариантта 2 нәрсе бар. Бір нәрсені есте сақтаймыз. Фенол деген күміс оксид деген бар, карбол қышқылы деген бар. Фенолдың тарихи бұрынғы басып шыққан атауы ол карбол қышқылы. Білмейтіндер жазып аламыз. Ал менде фенолға сапалық реакция темірдің 3 валентті хлоридімен. Яғни бізде ол қай кезде жазылған? Мынау менде бірақ карбол қышқылы деген ол бізде 10 сыныпты кітабында жазылмаған. Ол жерде темір 3 хлориді дегені именно сапалық реакция екендігі фенол деген тақырыпта 10 сыныптың тақырыбында жазылып тұр. Жауап менде осы вариантқа сәйкес келеді. Енді келесі сұраққа талдаймыз. Келесі сұрақта бізде не дейді енді? C2H6, C2H6-ға одан мен қандай қосылыс алсам болады? C2H6 деген ол менде
жалпы алкандар радикалдық орын басу механизміне түседі. Мына жердегі сутектің орны менде хлор басады. Сол кезде менде С2H5 хлор плюс менде яғни H хлорға сәйкес келеді. Сөйтіп мына жерде менің қосыл салды, иә. С2H5 хлор. Енді бір сұрақ. Мына жерде менен мынау С3, міне С3SOH. Бұл менде неге сәйкес келеді? Бұл альдегид, стірке альдегиді. Енді қандай нәрсе болуы мүмкін? Мынаның орнында С2H5 хлордан мен не ала аламын? Мысалы, бұған мен натрий гидроксидін қосып жіберсем болады. Сол кезде менде не алынады? Міне мұнда орналасқан С2H5 пен мына жерде OH гидроксил топтары қосылады да. Бұл жерде менен С2H5OH түзіледі, плюс менде натрийдің хлориді түзіледі. Сосын бір сұрақ. Мынау спирттер бар ғой, осы спирттерге мен мына мыс оксидін қосатын болсам, мысалы, С2H5OH-ға купрум оксидін қосатын болсам, мен мына жерден бағанағы альдегидті аламын. Яғни менде спирттер тотыққан кезде, біріншілік спирттер тотыққан кезде менде альдегидтер алынады. Сонда мына жердегі ол менде спиртке сәйкес келеді. Варианттан мен мына шатасып кетпейміз. Именно мынаған қараймыз. Этил спирті мыс еквалентті оксид деп тұр. Бізде біріншілік спирттерге сапалы реакция мыстың оксиді, яғни еквалентті оксиді, ал менде көп атомды спирттерге сапалы реакция мыс 2 гидроксиді. Мұнамен шатасып кетуіміз мүмкін. Мыс 2 гидроксид дегенмен Д вариантындағы мынау келеді, бірақ мынаусы келмейді. Кім мынау вообще келмейді? Жауап сонда менде этил спирті және мыс оксид. Этил спирті ол нердегі Y затының рөлін атқарса, этил спирті ол біріншілік спирттерге сапалы реакция мыстың еквалентті оксиді. Сыныптың кітабы бойынша келіп жатырған теориялық сұрақ. Түсінікті ма? Кімде қандай сұрақ бар осы сұрақ бойынша? Сұрақтарың бар ма? Түсінікті ма? Апайжан, А не болды? А, ол менде мына жерде фенол болды. Міне, мына жерден көрінбей қалды ма? Бүйтпей келейін да. Міне. Жауабы карбол қышқылы және темір хлориді. Карбол қышқылы ол фенолдың бұрынғы тарихи атауы. Одан кейін келесі мына жердегі Y заты ол этил спирті, яғни мыстың еквалентті оксидімен сапалы реакцияны түзеді. Екеуі де 10 сыныптың тақырыбы бойынша келіп жатырған сұрақ. Кеткенді келесі, менде айтады, берілген заттарды қолданумен сәйкестендіріңіз. 10 сыныптың тақырыбы бойынша сұрақ. Кальций эстерт көбейтілген 0,5 H2O, кальций эстерт көбейтілген 2 H2O. Біреуі менде күйдірілген қаныш, біреуі менде табиғи қаныш, немесе біреуі алибастер деп аталады. Яғни біз бұларды ажыратып үйреніп керекпіз. Яғни егер судың молекула саны аз болатын болса, 0,5 молекула болып тұр, мына жерде 2 молекула болып тұр. Яғни менде судың алдында 2 коэффициент, біреудің алдында 0,5 коэффициент. Енді екеуінің қолдану айлары бір-біріне өте қатты ұқсас. Жоғары температурада төзімді киімдер тігуде, судың кермектілігін көтеруде, құрылыс материалдарын жасауда, қолөнер бұйымдарын жасауда қолданылады дейді. Қайсысы қол именно екеуі де бір-біріне ұқсастар, бірақ мынау менде алибастер. Мынау алибастер. Мынау менде табиғи қаныш. 10 сыныптың тақырыбы бойынша, 10 сыныптың екінші атом элементтері деген тақырып бойынша келіп жатыр. Бұл сенде де, яғни 10 сыныптың екінші бөлім кітабында басақ параграфтерде жазылып тұр. Айтыңдар, қалай қолданам? Енді мынау табиғи қаныш, ол құрылыс материалдарын үлкен көлемдегі заттар жасауда қолданылады. Ал алибастер, қалай белгілейін? Мына алибастер деген қолөнер бұйымдары, ал мынау, мына табиғи қаныш, ол құрылыс материалдарын жасауда қолданылады. Судың кермектілігін көтеруде емес, жоғары температураға төзімді киімдер тігуде емес. Қолдану айлары бойынша жаттайсыңдар. Бізде именно қандай сұрақ бар қазір? Именно екінші атом элементтерінің ішінде өте көп формулалар жинағы бар. Соған байланысты сұрақтар бар, 2 балдық сұрақтардың ішінде. Формуланы беріп қойды, сен соны өзің табасың. Мысалы ретінде мына сұрақта бізде мынау 9 сыныпта да бар негізі бұл тақырыптар ше, именно жазылған формулалар. Егер жаттамайтын болсаңдар, мысалы, сен мына сұрақты көргенсің өміріңде, білесің да, бірақ егер қате белгілеп кетуі мүмкін, біліп тұрып қате белгілеп кететіндер де бар. Өйткені екеуі бір-біріне ұқсайды. Ажыратып алу керексің. Алдында коэффициенттер ол бізге өте маңызды. Келесі, көк алманың шырыны йодпен әрекеттескенде көгереді, себебі құрамында қандай зат бар? Сұрақ. Давайте жауап беріңдер. Қалай білеміз? Что дейді? Глюкоза дейді. Фруктоза, сахароза. Көк алманың шырыны. Алманың дым қатысы жоқ негізі, просто йодқа қатысы кім? Йодқа қатысы крахмал, иә? Себебі құрамында қандай зат бар? Деген сияқты айтып тұр. Бұл крахмал. Бұл крахмалға сапалық реактив болып табылады.
Сондықтан жауаптан крахмал деген вариант белгілеймін. Мысалы, көк алманың шырыны деген сияқты сөздер ол 11 сыныптың 9 сыныптың кітаптарында берілмеген. Ол просто так логикалық тұрғыдан қосылып жатырған сұрақ, бірақ йод деген мәлімет кітапта бар, бірақ көк алманың шырыны дегенді тест-центр құрастырған кезде өзі құрастыра салған деген сияқты да. Сондықтан соған назар аударасыңдар. Келесі сұйық күйде kesетін қосылыс H2S, SO2, SO3, купрум S. Яғни мыстың қосылыстары сульфиттер олармен де қатты күйде kesеді. H2S ол менде қышқыл, ол менде газ күйінде кездеседі. SO2 ол менде сіріңкенің иісіндей өткір иісті газ болып келеді. Мынау да газ, мынау менде қатты зат, ол ұшқыш сұйықтық ретінде SO3 қолданылады. Біз бұны күкірттің оксидтері деген тақырыпта қарастырғанбыз. Сосын оксидтерге байланысты бізде марганецтің оксидтері бар, қатты күйде кездесетін оксидтер, одан кейін агрегаттық күй, газ күйде, әсіресе сұйық күйде кездесетін оксидтер санаулы соларды жаттап аласыңдар. Мынандай сұрақ келді деген сөз, онда оксидтерге қатысты сұрақтар жиі бар деген сөз. Қарайсыңдар соған. Келесі. Калия дейді, ыстық хлор газын жібергенде түзілген жай заттың белгісі дейді. Сары газ, қоңыр газ, сарғыш газ, қарасұр газ дейді. Калий иодиді дейді. Қараңдар, калийдің иодиді. Оған менде хлор газын жіберем. Ыдысқа жібергенде екен ғой. Сол кезде менде мынау жалпы хлордың тотықтырғыш қасиеті йодтан қарағанда басым. Нәтижесінде менде калийдің хлоридімен, яғни йод түзіледі. Түзілген мынау калийдің хлориді ол күрделі зат, ол жай зат емес, жай зат бұл жердегі йод. Сонда жай заттың белгісін анықтаңдар. Йод ол қандай түсті? Сарғыш газ, қоңыр газ, яғни ол йод деген ол негізі ол газ емес вообще. Йод ол қатты күйде кездесетін зат. Негізі, ал былай медициналық тұрғыдан ол сұйық күйде кездеседі. Ол просто спирттегі судағы ерітінділері. Яғни бұл жерде қара сұр түстен келеді. Немесе жалпы йод ол менде күлгін деген элементпен не істейді екен келеді. Яғни осы галогендердің ішінде металдық жылтыр байқалатын галоген дегенде сұрақпен келеді йод, сондықтан соны есте сақтап аламыз. Сұрақтар қатты, сендер бұрын талдап жүрген сұрақтарға ұқсамайды, сөздері сәл ерекше. Сондықтан қараңдар, кәдімгі грант ұбытының сұрақтарының қатарына жатады. Кеттігенде келесі, тек электрометаллургиялық әдіспен өндірілетін металдар қатары дейді. Давайте айтып көріңдер. Электрометаллургиялық деген ол электролиз әдісімен. Алюминий, мырыш, мыс, стронций, хром, кальций, литий, магний, аргентум, натрий, калий, алюминий. Жауап менде Д вариантына сәйкес келеді. Мысалы, бұлардың алыну жолдарына тоқталамыз. Біз бірінші топ элементтер деп өткен кезде натрий мен калийді өткенбіз, базаның ішінде жазылып тұр. Алюминийді біз бокситтен электролиз деп аламыз. Мысалы, натрийдің хлоридін менде электролиз деймін, нәтижесінде натрий мен, яғни хлор алынады. Немесе натрийдің гидроксидін электролиз десем болады, электролиз деймін. Натрийге қатысты натрий алынады, одан кейін бар оттек газ алынады, одан кейін бар менде H2 алынады деген сияқты. Одан кейін бар нерде, мысалы, калий, тура осылай калийдің хлоридін мен электролиз деп аламын, яғни берден калий алсам болады, хлорды алсам болады деген сияқты. Алюминийдің оксидін мен электролиз деймін, яғни бокситті натрий 3, алюминий фтор 6 қатысында. Яғни бұл жерден алюминиймен не істейді, оттек газы алынады. Алюминиймен оттек газ алынады. Сөйтіп, мұндағы жауап менде Д вариантына сәйкес келеді. Бұл менде қателеспесем 11 сыныптың тақырыбы бойынша келіп жатырған сұрақ. Электрометаллургиялық, сосын бұл 9 сыныпта да бар бұл тақырып. Сондықтан жақсылап қарайтын, мән беретін, назар аударатын нәрсе. Келесі, қолға ұстағанда майлы әлсіз металдық жылтыр бар, қара сұр кристалдық тор атомдық жылмен электр тоғын өткізетін зат. 8 сыныптың тақырыбы бойынша келіп жатырған сұрақ. Карбин, фуллерен, алмаз, графит. Яғни бұл туралы мәліметтер бізде 8 сыныпта жазылған. Яғни қолға ұстағанда майлы әлсіз металдық жылтыр бар, қара сұр түсті. Қолға ұстағанда майлы деген ол көбінесе біреу аға бізде. Фуллерен ол менде алдын келді, мен айттым. Қазір грант ұбытта фуллерен келеді, футбол добына ұқсас деп келіп жатыр. Яғни карбин негізі көбірек келмейді. Бұл жерде алмаз ол менде білесіңдер неге ұқсас екендігі, ол бриллиант. Бұл жердегі жауап менде графитке сәйкес келеді. Ол менде карандаштың өзегінде болады, қолға ұстағанда май сияқты сезіледі, себебі карандаштың өзегін ашып, ортасындағысын ұстап көрсеңдер, қолға кәдімгідей жағылып қалады. Сондықтан ол металдық жылтыр бар, қара сұр кристалды тор атомдық жылмен электр тоғын өткізетін зат деп осы нәрсе туралы не істеп жатыр екен, сипатталып жатыр екен. Енді келесі берілген тип бойынша ыдырайтын тұз құрамдағы металды анықтаңдар дейді. Давайте вариант айтып көріңдер, қандай варианттар болуы мүмкін. Мына жерде таза металл түзілетін болса, автомат есте сақтай аламыз. Олар белсендігі төмен металдар. Темір белсендігі орташа металдардың қатарына жатады. Барий ол белсенді металдардың қатарына жатады. Хром белсендігі орташа металдардың қатарына жатады. Күміс белсендігі төмен металдардың қатарына жатады. Онда менде металл, яғни NO3, мына жерден менде күміс түзіледі. Мынандай ғой, аргентум NO3, нәтижесінде ол жерден аргентум түзіледі, плюс менде NO2 газы түзіледі, плюс менде оттек түзіледі. Яғни сендер мынандай форма беретін болса, белсендігі орташа төмен металдардың есе береді екенсіздер. Қарастырыңдар.
жалғастыра береді екенсіңдер. Кеттік енді келесі, крахмалдың сумен гидролизінің аралық және соңғы өнімдері. 11 сыныптың тақырыбы бойынша келіп жатырған сұрақ. Бізде осыған қатысты схема бар 11 сыныптың тақырыбында. Тек бір ақ вариант болмайды. Сумен аралық өнімі және соңғы өнімі. Соңғы өнімі не екендігін білу керексіңдер. Яғни крахмал, бізде екі нәрсе бар. Полисахаридтердің ішінде целлюлоза бар және крахмал бар. Крахмал гидролизге ұшыраған кезде альфа-глюкоза жүреді, ал бізде целлюлоза гидролизге ұшырағанда бета-глюкоза жүреді. Бұл жерде менде бета-глюкоза деген бар, альфа-глюкоза деген бар. Мынау менде целлюлозаның кезінде жүреді, иә. Сондықтан мынау вариантқа сәйкес келмейді. Мына целлюлоза вообще дым қатысы жоқ. Целлюлозаны өтірік жазып қойған. Декстрин, амилаза, мальтоза деп жазып қойған. Тағы қандай варианттар болады? Давайте ұсынып айтып көріңдер. Осы болатын шығар деген сияқты. Сендер жазылып тұр сөзбен, былай схемамен жазып қойған 11 сыныптың тақырыбында кезекпен кезек. Не түсіреді? Альфа-глюкоза ол міндетті түрде түсіреді, ол менде соңғы өнім. Одан кейін бұл жерде декстриндер түсіреді. Амилаза деген сөз ол менде крахмалдың, яғни формасы. Сондықтан бұл жатпайды вариантқа. Яғни жауап менде неге сәйкес келеді? Бұдан бірінші менде мальтоза болады. Мальтоза, одан кейін барып менде декстрин, одан кейін барып альфа-глюкоза. Осы реттілік бойынша кетеді. Қышқылдармен әрекеттескенде газ бөле жүретін реакцияларды анықтаңдар дейді. Уже біз химиялық қасиеттерді білу керекпіз. Әрбір элементтер химиясындағы реакцияларды жаттамайтын болсаңдар, тоже екі балдық сұрақтардан қадаласыңдар кіргеннен екен. Сондықтан реакцияларды жаттау өте маңызды. Қышқылдармен әрекеттескенде газ бөле жүретін реакциялар нерде газ бөлінбейді? Мысалы, мыс белсенділігі төмен, сондықтан оны жатпайды. Мысқа мына жерде қышқылдармен әрекеттескенде газ бөле жүретін реакциялар, мысалы, концентрлесі болатын болса, нерде менен купрум NO3 екі еселенген, плюс менде NO2 қоңыр түсті газы бөлінеді, плюс менде нелерден H2O түсіреді. Сынаптан да сондай, яғни сынап менде NO3 менде екі еселенген, плюс менде, мына жерде менде не екен ғой, концентрация екен ғой, NO3 емес. Сынап менде, алюминий, қараңдар, алюминий деген ол концентрлімен реакцияға түспейді, енжарланады, иә. Мырыш ол өте сұйытылғанмен реакциясын келтірген, магнийдің фосфор қышқылымен келтірген. Енді мына магний 3 менде по 4, яғни екі еселенген плюс сутек газы бөлініп шықса, мына жерде менен не түсіреді? Сынаптың менде сульфаты, одан кейін барып менде SO2 газы түзілсе, одан кейін барып мына жерде менен H2O түзілетін болса. Мынаның реакциясын айтыңдаршы маған. Реакциясы қандай болады? Өте сұйытылғанмен, мырыштың азот қышқылымен. Үш реакциясы бар, иә, сұйытылғанмен және өте сұйытылғанмен реакциялар. Сонда нерде менде мырыштың нитраты түзіледі, мырыш яғни нитраты, плюс менде NH4 яғни NO3 түзіледі, плюс менде нерден H2O түзіледі. Мына жерде мысалы ешқандай газ жоқ. Ешкім газ емес. Мына жерде мынау SO2 газ, ол менде сіріңкенің иісінде сезілетін газ, NO2 ол менде қоңыр түсті газ. Ал мына жерде реакция жүрмейді, ешқандай газ түзілмейді, реакция жүрмейді. Мына жердегі вариантта сәйкес келмейді. Бұл жерде магний, яғни просто так әшейін орташа қышқылмен реакцияға түсіп тұр. Басқа, яғни бізде концентрлі емес, фосфор қышқылы сұйытылған деген сияқты ешқандай нәрсе жазылмаған, просто фосфор қышқылының өзі. Яғни қышқылдардың барлығы, олар сутекке дейінгі металдармен барлығымен реакцияға түсіп, сутек газын бөліп шығарады. Сондықтан бірінші магний фосфор қышқылымен әрекеттескенде магнийдің фосфатымен сутек газы бөлінеді. Сонда варианттар менде қандай варианттарға сәйкес келетін болды? Яғни бірінші А вариантында сутек газы бөлінеді, одан кейін барып келесі мынада жоқ, бірақ мынаны өшіріп тастаймын, екіншіні. Екіде жоқ. Екіде реакция жүреді, бірақтан егер сен оны жаттамасаң, сен де отырасың тағы. Яғни мысалы 2-ақ балл береді, бірақ сен 3 сұрақты дұрыстап белгілемесең, тағы да яғни аз балл алып қалу мүмкіндігің жоқ, иә. Сосын мына жерде менде мынау жатпайды, сонда варианттар көрініп тұр, А варианты, Д варианты және менде F варианттарына сәйкес келеді деген сөз. Қатты сұрақ қиын емес, бірақ 2 баллық сұрақтарда келген. Түсінікті ма ана сұрақ? Сұрақтарым болса айтыңдар. Кеттік келесі, молекула ішілік сутектік байланысқа тән қосылыстарды анықтаңдар дейді. Енді бұны қалай анықтаймыз? Кімдерге тән? 10 сыныптың тақырыбы бойынша жазылған сұрақ. Айтыңдар. Молекула ішілік болатын болса. Молекула аралық деген бар. Кім болады? Аммиак деген бар, нәруыз деген бар. Молекула ішілік дедім. Болыңдар, молекула ішілік болатын болса, ол кімдердің арасында түзіледі? Может, сөзбен жазылған шығар. Ұмытып қалсаңдар, кітапты ашыңдар, көресіңдер, сол кезде есте көбірек қалады. Мысалы, бұл оңай сұрақ сияқты, бір жаттап ала салатын сұрақ сияқты болып көрінеді. Молекула ішілік және молекула аралық сутектік байланыс деген бар. 10 сыныптың тақырыбында химиялық байланыстар деген тақырыпта. Қателеспей айтыңдаршы. Нәруыз, аммиак, этанол, фторсутек, салицил қышқылы, сірке қышқылы деген варианттар бар. Салицил қышқылы деген кітапта жазылған, бірақ қай сутектік байланысқа тән? Д дейді, Д нәруіз дейді. Давайте айтыңдар.
фторсутек қышқылы. Марлығын аммиак бар, Б дейді. Дұрыс вариант айтыңдар, дұрыс. Бір вариант дұрыс көрдім мен, Д деген вариантты көрдім. Дана деген қыздан, Нәруз дегенді көрдім, молекула ішлік дегенді. 10-шы сынып. 10-шы сыныптың қазір сразу автоматым жазып алыңдар сендер. Көздеріңе сұрақтар қай жерден келіп атқанын қараңдар. Қазір бір минут. Қазір сендерге ашыла ма екен ше бұл? Жылап тұрып. Енді қараңдаршы. Міне. Көрініп тұр ғой сендерге екінші бетте. Сутектік байланыс. Сутектік байланыстарды біз екіге жіктейміз. Нердегі варианттардың бәрі бар. Жаңағы фторсутек деген барлығы 10 сыныптың тақырыбы бойынша келіп тұрған. Мына біз бет жүктейміз. Молекула арасында пайда болған сутектік байланыс ол менде молекула аралық деп аталады. Енді қараңдар. Міне молекула аралық болатын болса, этанолдың қайнау температурасы этанол, одан кейін барып диметил эфирі деп тұр. Яғни бұл жерде кәдімгі жай эфирлер бар. Одан кейін барып бізде мына жерге енді қараңдар, назар аударыңдар. Молекулашілік сутектік байланыс бар қосылыстар молекулалық сутектік байланыс түзе алмайды. Екеуінің бір-бірінен айырмашылықтар. Сондықтан мұндай байланыс бар заттар, яғни ассоциат түзбейді, олардың ұшқыштығы жоғары, тұтқырлығы қайнау және балқу температуралы молекула аралық байланыстар түсіретін изомерлермен салыстырғанда төмендеу. Нәруздардың, көмірсулардың, нуклеин қышқылдардың, кеңестік құрылымдардың қалыптасуына сутектік байланыстар маңызды рөл атқарады. Сутектік байланыс бар заттар молекулалық кристалдық торлар түзеді дейді. Түсіндіңдер ма? Именно мына жерде сонда менде нені жазған? Молекула, яғни ішілік, молекула ішілік байланыстар, міне сутектік байланыстар молекула арасында ғана емес, бір молекула ішінде пайда болады. Мысалы, салицил қышқылының гидроксил тобындағы OH оң зарядталған, сутек және карбоксил тобындағы SOH бөлінбеген электрон жұптары бар, ішінара зарядталған оттек арасында молекула ішілік сутектік байланыс пайда болады. Сонда мендегі салицил қышқылымен кім болады деген сөз? Мына жерде сөздерде тұр. Нәруздардың, көмірсулардың, нуклеин қышқылдардың. Сосын бір сұрақ. Осындай сұрақтарға дайындалған кезде енді бір нәрсеге назар аударамыз. Мен екінші нем ұшып қалды ма не? Қараңдар, именно бізде мынандай нәрсе тұрды, яғни мына жерде жалпылама түрде жазылып кете береді кітапта ше. Мысалы, нәруыздар деп жазылған, ана жерде одан кейін көмірсулар деп жазылған. Ертең сендерден тура осындай сұрақ келгенде, мысалы, көмірсулардың арасында жалпы бізде не жүреді екен? Молекула ішілік сутектік байланыс жүреді. Ертең сендерде вариантта келіп қалмақ, көмірсулардың ішінде глюкозаны беріп қояды, сахарозаны беріп қояды, әртүрлі қылып. Этанол жазған сендерде ол бізде молекула аралық деген сияқты, аммиакты берген, фторсутекте барлық кітапта тұр. Кітапта берілген мысалмен тұр. Енді қараңдар, сонда бұл жердегі салицил қышқылымен кім болады деген сөз? Нәруз деген болады. Жауап менде В және Д варианттарына сәйкес келеді деген сөз. Бұлардың бәрін жаттау бірден қиын болып кетуі мүмкін. Енді келесі. Енді бутадин бүрішті этил спиртін алу кезінде қолданылатын катализатор. Екі ол сұрақта келген. Бұл Лебедев реакциясы деп аталады. Ол кезде қандай катализатор қолданылады? Давайте айтыңдар. Никель ол менде гидрлену реакциясында қолданылады. Гидерлену. Хром 2 ол менде алкандарда, яғни қолданылады. Алкандар болғанда, алкандар арқылы жалпы бензол алуда қолданылады. H2S4 деген ол менде көбінесе, яғни не кезінде азот қышқылының реакциясы нитролену реакцияларында қолданылады. Темірдің 3 вариантты хлориді ол менде, яғни бензолдың мысалы салты H6-ға, ол менде хлорды қосқан кезде катализатор ретінде қолданылады. Бутадин бүріш деген ол кім? Ол алкаден. Алкадендерді этил спиртінен алу кезінде қолданылатын Лебедев реакциясы, яғни C2H5OH. Нәтижесінен менен не алынады? С4, яғни H6, бутадин бүріш плюс, яғни сутек газ бөлінеді, плюс менде H2 түзіледі. Сол кезде мына жерде менде мырыштың оксиді мен алюминийдің оксиді 425 градуста қолданылады. Екі балл сұрақта келген. Жауаптан мен қандай вариант белгілеймін сонда? Алюминийдің оксиді мен мырыштың оксидін белгілеймін деген сөз. Мынандай екі балл сұрақта бір сұрақ келді ма? Онда бүкіл катализаторлар бар қосылыстардың бәрін жаттап алу керек деген сөз.
Түсінікті ма? Менде қазір жинақталып тұрған бар сұрақтар осы. Біз бүгін бір 2 ма 3 есеп бағана шығардық. Қалғандардың барлығы теориялық сұрақтардың қатарына жатады. Ертең де тура осындай уақытта болады. Енді ертеңге сол бүгін келген сұрақтарды дайындап, ертең өткіземін. Бүгін келген сұрақтар да бар, бірақ оны былай дайындап үлгерген жоқпын. Сондықтан біраз нәрсені еске түсіріп алдық деп ойлаймын. Менде басқа сұрақтар жоқ қазір.